Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Семей көлік колледжінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Мукашева Эльмира Мукашевнамын. Бүгін біз сіздермен мемлекет тілді іс қағаздарын жүргізу пәні бойынша номер 7 сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы мінездеме. Сабақтың мақсаты теориялық материалдарды тәжірибе жүзінде қолдана білуге үйрену, сонымен қатар құжаттарға қойылатын талаптарды толық игеріп, іс қағаздарын сауатты, таза жазуға үйрену. Мінездеме дегеніміз не? Мінездеме өмірбаяндық мәліметтерге сүйене отырып, белгілі бір мекемеде, ұйымда жұмыс істейтін немесе оқу орындарында оқитын жөніндегі оның іскерлігін, кәсіби біліктілігін, жеке басының ерекшелігін және тағы басқа қасиеттерін сипаттайтын және әкімшіліктің ол жайлы көзқарасын білдіретін іс қағаздарының бір түрі. Мінездеме ұсыныс қызметкерінің біліктілігін және жұмысқа деген көзқарасын білдіретін мәліметтерді қамтиды. Сонымен қатар мінездеме басқа жұмысқа ауысқанда, қызметкердің лауазымы өскенде немесе оқуға түскенде де жазылады. Мінездеменің 3 түрі бар. Ол қызметтік, аттестациялық және жеке болып 3 түрге бөлінеді. Осы түрлеріне жеке тоқталатын болсақ, қызметтік мінездеме мұнда ұсынылған адамның аталмыш қызметке тән мінезі, іскерлік қасиеттері, кәсіптік шеберлігі, біліктілігі сипатталады. Яғни қызметкерге толық осындай іскерлік қасиеттерін ескере отырып сипаттама беріліп жазылады екен. Екінші, аттестациялық мінездеме қызметкердің аттестациядан өтуіне байланысты атқарып отырған қызмет орнына лайық еместігін тексеру мақсатында жүргізілетін аттестация қорытындысына орай жазылады. Бұл жерде де мұғалімдерге қатысты 5 жылда бір аттестациядан өткен кезде мінездеме жазылады. Үшінші, жеке мінездеме, яғни функционалды, адамның жеке басының сапалық қасиеттерін, мінезін, білімін, шеберлігін, бейімділігін, адамдармен қарым-қатынасын сипаттау мақсатында жазылады екен. Бұл жеке мінездемені студенттерге жазуға болады. Сонымен қатар мінездеменің мазмұндық құрылымдық жүйесі, ол бірінші тақырыбы, мінездеме берілетін адам туралы қысқаша мәлімет, негізгі мәтін, қорытынды, мінездемені талап етуші ұйымның аты, мінездеме берілген күн, ай, жыл, мінездеме берушінің аты жөні, фамилиясы, қолы қойылады. Қосымша, егер болған жағдайда, қосымшаны жазуға болады екен. Мінездеме макеті, аты жөні, туған жылы, айы, күні, ұлты, білімі, жеке психологиялық санасы, байқаулығы, сыншылдығы, көңіл аудару, есте сақтау ерекшеліктері, негізгі пәндер бойынша үлгерімі, еңбек сүйгіштігі, жауапкершілік, ұйымдастыру тәртібі жатады екен. Өзіне жасаған сынды ескертулер қалай қабылдайтын жайында және топпен, ұжыммен қарым-қатынасы, топтағы орны туралы. Сонымен қатар мәдениет, этикасы да жатады екен. Осы мінездеменің макетін құрылымын осы негіздерге ала отырып, тағы да оған оқу орындағы атқаратын қоғамдық жұмысын немесе қоғамдық жұмыстарға араласуы, жағымсыз әдептері, мінезі, қандай мақтаулары, ескертулері бар екендігі, сонымен қатар қорытындыда мінездеменің ерекше қыры, атап өтетін қасиеттерін атып көрсетеді. Сонымен қатар мінездемені қолдайтын жетекшінің қолы қойылады. Осы мінездемедегі осы қасиеттерді ескере отырып, біздің колледжімізді бітірген студенттерге топ жетекшілері мінездеме жазалады. Мінездеменің негізгі макеті осы болып саналады екен. Ал енді мінездеме не үшін беріледі? Ол оқуға түсу үшін, лауазымға тағайындалу үшін, диссертациялық кеңеске тапсыру үшін, жұмысқа орналасу үшін, аттестациядан өту үшін, еңбек келісімін ұзарту үшін, басқа қызметке ауысу үшін және басқа жағдайларда да жазылады екен. Осы мінездеменің берілетін, яғни не үшін беруге осы талаптар арқылы беріп, мінездеме жазуға болады. Енді жаңағы аталған 3 мінездеменің жеке-жеке түрлерін тоқтала кететін болсақ, ол бірінші қызметтік мінездеме. Осы мінездеменің үлгісін сіздерге көрсетіп отырмын. Мұқият қарап, оқып шығып, осы үлгі негізінде сіздер өздеріңіз мінездеме жазасыздар.
Екінші түрі аттестациялық мінездеме түріне де міне үлгі түрін көрсетіп отырмын. Осы үлгі негізінде аттестациялық мінездемені жазып көрсетесіздер. Сонымен қатар үшінші түрі мінездеме түрі ол жеке мінездеме түрін айтамыз қазір. Ол жеке мінездеме біздің колледждің студенттеріне жазылған үлгі көрсетіліп отыр. Осы үлгі негізінде міне топ жетекшілері оқу бітіргенде, бағана айттым ғой, оқу бітіргенде біздің студенттерімізге жазып көрсетеді. Осы үлгіні қолданып үлгісін көрсетесіздер. Сонымен қатар мінездеме жазғанда грамматика мәліметтерге назар аударған дұрыс. Затқа тән сапа белгіні сипаттауға туынды есімдерді жиі қолдануға болады. Мысалы, білімді, ақылды, өнерлі, сауатты, инабатты, тағы басқа сияқты. Оған жұрнақтар Л, Д, Д, Т, Т, қорпасыз, сіз деген жұрнақтар жазылады. Мысалы, Арман қандай адам? Ол білімді, ойлы, өнерлі деп. Ал сіз жұрнақтар арқылы ол қарама-қарсы, мысалы, білімсіз, сауатсыз, ақылсыз деген сөздерді қолдануға болады екен. Мысалы, жомарт қандай бала? Білімсіз, сауатсыз деген сияқты жазуға болады. Міне осы тақырыптарды қарастырдық. Енді сіздерге үйге тапсырма осы дәрісті біліп, кері байланыс жасау, берілген оқулықтар бойынша осы мінездеме тақырыбын қарастырып, толық мағлұмат алу. Енді бүгінгі мінездеме тақырыбы барлықтарыңызға түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.